Дубайдан пәтер алды. Желі қолданушылары қайырымдылық жасайтын блогер Ырысбала Икрамбайды тексеруді талап етті. Желі қолданушысы қайырымдылықпен айналысып, танымалдылығы артқан блогердің қаржы есебін тексеруді талап етті. Танымал блогер Ырысбала Икрамбайға қатысты дау шықты. Желі қолданушысы қайырымдылықпен айналысып, танымалдылығы артқан блогердің қаржы есебін тексеруді талап етті. Ырысбаланы да тексеру керек. Үй салып жатыр. Дубайдан пәтер алды деп жазды бір оқырман. Одан кейін блогердің тез байып кеткенде қызу талқыға түсті. Блогер өз кезегінде оқырманның сөзін жауапсыз қалдырмады. Айналайындар, жәрдемақының өзінің отбасындағы табысқа қарап берейін деп жатқан үкімет сендерге ақымақ емес қой. Егер 50 миллионнан астам қаржыға мүлік алсаң, банктегі есепшотың бұғатталады. Сосын кіріс көзіңді дәлелдеуге тура келеді. Декларация, салық бәрі тексеріледі. Сендерсіз де бәрі бақылауда, деді Ырысбала өз парақшасында. Ал өзіңіз сіз қалай ойлайсыз? Ырысбаланың есепшоты тексерілу керек пе, әлде жоқ тексерілмеу керек пе?